Республикасының президентінің нұсқауымен 9 наурыз шымырлық пен ептілік күні болып белгіленді. Соның аясында 13 гимназияда өткізіліп жатқан жарыстар ұлттық ойындарды насихаттау болып саналады. Біз бүгінгі жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Бүгін біздің мектебімізде үлкен мейрам, үлкен той, себебі 9 наурыз шымырлық пен қолөнер күні. Соған орай 7-ші сыныптарды бізді ұлттық ойындар байқауына шақырып, оларды додаға салғалы жатырмыз. 7-ші сыныптар өте бақытты деп ойлаймын, олар онлайн форматында болса да, ұлттық ойынды насихаттап, біздің мектебімізге қалған сыныптарға үлгі болып, Наурыз мейрамының аясында осындай шараға қатысып, үлкен жетістіктерге бөленгелі жатыр. Сәттілік тілейміз, 7-ші сыныптар алға, қазақ елі жасасын. Қуанады халқымның кәрі жасы. Бүгін 13-ші гимназияда Наурыз мерекесіне орай 10 күндік іс-шарада шымырлық пен шеберлік күнді атты қазақтың ұлттық спорт ойындарын насихаттау мақсатында 7-ші сынып оқушылары арасынан байқау өтіп жатыр. Бұл байқаудың мақсаты қазақтың ұлттық спорттарын оқушыларға насихаттау, дәріптеу болып саналады. Бұл іс-шарада 4 түрлі қазақ ұлттық ойындарын көрсетеді. Олардың бірі асық ату, бес-тас ойыны, тоғыз құмалақ және арқан тартыс. Әлібек Жұлдыз. Мен 7-ші сыныбында оқимын. Мен бес-тас ойына қатысып жатырмын. Менің сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Наурыз мейрамы, ұлы күні ұлыстың жылдың басы. Наурыз мейрамы, қуанады халқымның. Менің атым жөнім Нұржабеков Ақылбек. Мен асық ойын ойнап жатырмын. Мен 7 сынып оқушымын, достарыма сәттілік тілеймін. Наурыз мейрамы, ұлы күні ұлыстың жылдың басы. Наурыз мейрамы, қуанады халқымның кәрі жасы. Наурыз мейрамы, ұлы күні ұлыстың жылдың басы. Наурыз мейрамы, қуанады халқымның кәрі жасы. Наурыз мейрамы, ұлы күні ұлыстың жылдың басы. Наурыз мейрамы, қуанады халқымның кәрі жасы. Наурыз мейрамы, ұлы күні ұлыстың жылдың басы. Наурыз мейрамы, қуанады халқымның кәрі жасы. Қуанады